анықталуысын анықталуын екінші оларды ортақ бөлімге келтіріп ортақ бөлімге көбейтіп жететін рационал теңдеуге келтіреміз. Қазір мына жерде анықталуысын анықтайтын болсақ, бөлшектің бөлімі x4 болған кезде 0 болып кетеді, сондықтан x4-ге тең болмау керек дейміз. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ та, бірінші бөлшектің сол жағындағы бөлшектің өзін жазамыз. X минус 4, ал оның жағын минус 1-ге көбейтеміз, сонда бөлімі x минус 4. Енді ортақ бөліміне көбейтіп жіберсек, x квадрат минус 7x плюс 12 тең 0 түріндегі квадрат теңдеуін аламыз. Енді квадрат теңдеуді шешеміз. X бірінші, екінші тең 7 плюс минус квадратында 7-нің квадраты 49 минус 4-ке көбейтсек 48 бөлімде 2 тең болады, сонда 7 плюс минус 1 бөлімнен 2. Сонда x біріншіміз тең 3-ге, x екіншіміз тең 4-ге болады. Енді екі шешімін таптық теңдеудің. Бұл ортақ бөліміне көбейтіп алғаннан кейінгі теңдеудің шешімі болады. Алғашқы теңдеуімізге қарайтын болсақ, оның анықталуы 4-ге